Ассалаумағалейкум достар, бұл Қазақ Storytime. Біз бастаймыз. 1974 жыл. Шығыс Қазақстан және Сібір шекарасы. Алтай таулары. Күздің қара суығы сүйектен өтіп барады. Аспанды қорғасын түсті бұлттар торлап, тайганың үстіне ауыр салмақ түсіргендей. Кеңестік Ан-2 ұшағы, кукурузник тау шатқалдарының арасымен, моторлары гүрілдеп, әрең ұшып келе жатты. Ұшақ ішінде небәрі 3 адам бар еді. Ұшқыш Виктор, геолог Санжар және оның 4 жасар ұлы Тарлан. Санжар тәжірибелі геолог, КСРО ғылым академиясының үміткері. Ол бұл экспедицияға кішкентай ұлын амалсыздан ертіп шыққан еді. Анасы ауруханада жатқандықтан баланы қалдыратын жер болмаған. Виктор, деп айқайлады Санжар мотордың даусынан қаттырақ шығуға тырысып. Тұман қоюланып кетті. Қайтып оралайық. Ұшқыш басын шайқады. Оның маңдайынан суық тер шығып тұр еді. Кеш, Санжар. Аспаптар істемей тұр. Біз циклонда қалдық. Қазір биіктікті түсіруге тырысамын. Кенет ұшақ қатты сілкінді. Тарлан әкесінің қойнына тығылды. Әке, мен қорқамын, деді ол сыбырлап. Санжар ұлын қатты құшақтап үстіне қалың күртешесін жапты. Қорықпа, балам. Бұл жай ғана аттракцион сияқты. Көзіңді жұм. Бұл Санжардың соңғы сөзі болды. Ұшақтың оң қанаты биік қарағайдың ұшар басына соғылды. Гүрс. Темір мен ағаштың соғылған даусы тау үшін жаңғырықтырып жіберді. Ұшақ шыр көбелек айналып барып қар басқан сайға құлады. Қар борап айнала тыныштыққа бөленді. Өлі тыныштық. Тарлан қанша уақыт ессіз жатқанын білмеді. Ол оянғанда айнала тастай қараңғы еді. Тек жыртылған фюзеляждан түскен ай сәулесі ғана көрінеді. Суық, сұмдық суық. Әке, деді Тарлан, даусы дірілдеп шықты. Жауап жоқ. Ол басын көтерді. Оның кішкентай денесі әкесінің құшағында қысылып қалған екен. Санжар соңғы сәтінде ұлын өзінің денесімен жауып, соққыны толығымен өзіне қабылдапты. Санжардың көздері ашық, бірақ қимылсыз. Оның денесі әлдеқашан суып қалған. Тарлан жылап жіберді. Әке, тұршы. Әке, мен тоңдым. Ол әкесінің қолын жылжытуға тырысты, бірақ ол тастай қатты еді. Ұшқыш Виктордың денесі кабинада, темірлердің арасында қысылып қалған. 4 жасар бала өлімнің не екенін толық түсінбейтін. Ол әкесі ұйықтап жатыр деп ойлады. Бірақ қарны ашқанда және аяқтары тоңа бастағанда ол инстинктивті түрде жылу іздеді. Ол әкесінің жолдырбасынан рюкзак, бір кесек нан мен қоюлатылған сүт, скушенка тапты. Қалтыраған қолдармен консервіні аша алмай, таспен ұрғылап, тесіп ағып шыққан тәтті сүтті жалады. Бұл оған кішкене күш берді. Ұшақтың іші жел соққан сайын ысқырып, қорқынышты дыбыстар шығаратын. Тарлан қорыққаннан әкесінің суық денесіне қайта тығылды. Орманның иелері. Түн ортасы ауғанда сырттан басқа дыбыстар естіле бастады. Қардың сықырлағаны. Біреудің ауыр демалысы. Тайганың иіс сезгіш жыртқыштары қанның иісін сезген еді. Ұшақтың сынған терезесінен 2 сары от көздер көрінді. Тарлан демін ішіне тартты. Бұл аю еді. Қысқы ұйқыға жатпаған аш аю, шатун. Аю ұшақтың темірін тырнап ішке кіруге әрекет жасады. Темірдің шыңғырған даусы баланың жүрегін тоқтатып қоя жаздады. Аюдың басы тесіктен кірді. Ол өлі денелерге қарай ұмтылды. Тарлан бұрышқа тығылып көзін жұмды. Мама, әке. Бірақ аю кенет тоқтап қалды. Ол ауаны иіскеді де, гүр етіп басын қайта суырып алды. Орман патшасы бірдеңеден қорықты ма? Әлде одан да күшті біреу келді ме? Сырттан ұлыған дауыс естілді. Бұл қасқырлар. Аю мен қасқыр үйірі кездескенде әдетте қасқырлар жеңеді, егер олар көп болса. Аю ұрылдап кейін шегінді. Енді ұшақтың айналасын сұр жыртқыштар қоршап алды. Бірақ олар бірден шабуылдамады. Олардың басшысы үлкен, ақ төсті, бір құлағы тілінген көкжал, ана қасқыр, ұшақтың ішіне секіріп кірді. Ол адамдардан қорықпайтын. Қасқыр алдымен Санжардың денесін иіскеді. Өлі, сосын бұрышта дірілдеп отырған кішкентай Тарланға қарады. Тарлан қасқырдың көзіне тік қарады.
Баланың көзінде қорқыныштан гөрі түсініксіз бір сенім бар еді. Қасқыр ырылдады. Оның азу тістері ай сәулесінде жарқ етті. Ол балаға жақындады. Тарлан қолын созды. Бұл ессіздік еді. Бірақ бала үйіндегі ақтөс итті есіне алған шығар. Күшік, деді Тарлан сыбырлап. Қасқыр баланың қолын иіскеді. Оның мұрны дымқыл әрі жылы еді. Көкжалдың өз күшіктері жақында ғана браконьерлердің қолынан қырылып қалған болатын. Оның ішіндегі аналық инстинкт, сүті сыздап тұрған мезет оны күтпеген әрекетке итермеледі. Ол баланы жемеді. Ол Тарланның бетін жалады. Тілі бүдір-бүдір, бірақ ыстық. Сосын ол баланың жағасынан тістеп сыртқа қарай сүйреді. Тарлан қарсыласпады. Ол түсінді, мына суық темір жәшікте қалса өледі. Ал мына ит жылы. Жаңа отбасы. Далада боран басылыпты. Қасқырлар үйірі 5-6 қасқыр өз басшыларының аузындағы олжаға таң қала қарады. Бірақ ешкім кісі келмеді. Көкжал Тарланды қардың үстімен сүйреп кейде арқасына салып, қалың орманның тұңғиығына алып кетті. Тарланның үстіндегі қалың күртеше оны тоңудан сақтап қалды. Олар бірнеше шақырым жүріп, үлкен жартастың түбіндегі апанға, үңгірге жетті. Іші жылы, құрғақ шөп төселген. Көкжал Тарланды басқа кішкентай бөлтіріктердің, тірі қалған екеуінің жанына жатқызды. Тарлан бөлтіріктерді құшақтап, ана қасқырдың бауырына тығылды. Оның өміріндегі ең ұзақ және қорқынышты түн осылай аяқталды. Ол енді Санжардың ұлы емес еді. Ол енді тайганың баласы еді. Бірақ ол әлі білмейтін, алда оны адамгершілік пен аңдық қасиеттің арасындағы ұзақ жылғы күрес күтіп тұр. Іздеу. Бір аптадан кейін Кеңес өкіметі жоғалған геологтарды іздеуге тікұшақтар жіберді. Олар құлаған ұшақты тапты. Құтқарушылар ұшақ ішінен 2 мәйітті тапты, ұшқыш және геолог. Бала қайда? Деп сұрады капитан. Іздер. Қасқырдың ізі көп, деді тәжірибелі аңшы құтқарушы. Және қан. Олар айналаны қарап шықты. Жейдесінің жыртындысы мына жерде жатыр. Қанды қар. Капитан күрсінді. Демек жыртқыштар жеп қойған. Сүйегінде қалдырмапты. Орталыққа хабарлама жіберілді, Ан-2 табылды. Барлық экипаж мүшелері және жолаушы қаза тапты. Баланың денесі табылмады, жыртқыштардың шабуылы болуы мүмкін. Тарлан өлді деп жарияланды. Оның аты тізімнен өшірілді. Бірақ тайганың өз тізімі бар еді. Және ол тізімде Тарланның аты енді ғана жазылып жатқан болатын. 1975-1977 жылдар. Өзгеріс. Уақыт тайгада басқаша өлшенеді. Мұнда сағат немесе күнтізбе жоқ. Тек күн мен түн, аштық пен тоқтық, өмір мен өлім бар. Тарланның қасқырлар оны өз тілінде түксіз деп қабылдады. Адамдық өмірі біртіндеп естеліктер тұманына сіңіп жоғалды. Алғашқы айларда ол жиі жылады. Түнде мама, әке деп айқайлайтын. Бірақ орманда оған жауап беретін тек жаңғырық қана еді. Бірте-бірте сөздер ұмытылды. Олардың орнын ырыл, қыңсылау, лу және дене қимылдары басты. Оның үстіндегі адам киімдері, күртешесі мен шалбары бір жылдың ішінде жыртылып, шіріп түсіп қалды. Алтайдың қатал табиғаты оның денесін шыңдады. Тарланның терісі күнге күйіп қарайып кетті. Табан мен алақаны тас сияқты қатайды, мүйізгектенді. Енді ол тікенектен немесе үшкір тастан қорықпайтын болды. Шашы мен тырнағы өсіп кетті. Тырнақтары жер қазуға және ет жұлуға ыңғайлы құралға айналды. Ең қорқыныштысы және ғажабы, ол 2 аяқпен жүруді қойды. Орман ішінде бұталардың арасында 4 аяқтап жүгіру әлдеқайда жылдам әрі ыңғайлы еді. Оның омыртқасы өзгеріп, бұлшықеттері жыртқышқа тән икемділікке ие болды. Үйір заңы. Көкжал ана қасқыр Тарланды өз бөлтіріктерінен кем көрмеді. Ол оны емізді, бастапқыда жылытты және қорғады. Бірақ үйірдің басшысы Арлан, альфа еркек, бұл адам баласына ұзақ уақыт бойы күмәнмен қарады. Тарлан әлсіз еді. Ол қасқырлар сияқты тез жүгіре алмайтын.
Иіс сезуі де оларда емес. Үйір заңы қатал, әлсіздер өлу керек. Бірақ Тарланның бір артықшылығы бар еді, оның ақылы. Бір күні жазғы аңшылық кезінде жас бөлтіріктер Тарланның ағалары қоян қуды. Қоян бұтаның арасына кіріп, тастың қуысына тығылып қалды. Бөлтіріктер қанша тырысса да оны ала алмады. Қуыс тар еді. Тарлан шетте қарап тұрды. Ол жүгіруден шаршаған болатын. Ол жақындады. Бөлтіріктер оған ырылдады: «Кет, бұл біздің олжамыз». Бірақ Тарлан күтпеген әрекет жасады. Ол ұзын, түзу таяқты алды. Ол таяқты іннің ішіне тығып, қоянды түртіп үркітті. Қоян қорыққаннан екінші тесіктен атып шықты. Сол жерде оны күтіп тұрған басқа қасқырлар ұстап алды. Арлан мұны көрді. Ол Тарланға жақындады. Басшы қасқыр баланың иығынан иіскеді. Бұл мойындау еді. «Сен баяусың, бірақ сенің айлаң бар». Сол күннен бастап Тарлан үйірдің толыққанды мүшесі болды. Оған еттен үлес тиетін болды, бұрын тек қалдықты жейтін. Шикі дәмі. Адам баласы үшін шикі ет жеу өліммен тең, паразиттер, инфекция. Бірақ Тарланның ағзасы мутацияға ұшырағандай бейімделіп кетті. Алғаш рет ол шикі етті жегенде құсқан еді. Қазір ол жаңа ауланған еліктің немесе қоянның ыстық қанын ішуді үйренді. Қан, тұз бен витаминнің жалғыз көзі. Оның тістері өткірлене түспесе де, жақ сүйегі күшейді. Ол отты ұмытты. Піскен тамақтың иісі енді оған жат еді. Қауіпті кездесу. Тарланға 7 жас толды. Күздің суық күні. Үйір аң аулауға кеткен. Тарлан мен 2 жас бөлтірік үңгір маңында қалған еді. Олар ойнап жүрген. Тарлан ағашқа өрмелеуді үйреніп алған. Бұл қасқырлар жасай алмайтын жалғыз нәрсе. Кенет орман іші тынышталып қалды. Құстардың дауысы өшті. Тарлан ағаш басында отырып төменге қарады. Бұталардың арасынан үлкен сұр мысық шықты. Бұл сілеусін іріс. Тайганың ең қауіпті, үнсіз жыртқышы. Сілеусін ойнап жүрген бөлтірікті аңдып келе жатты. Бөлтірік қауіпті сезбеді. Тарлан айқайлағысы келді. Бірақ оның көмейінен адамша қаш деген сөз емес, қасқырша қауіп деген қысқа, үрейлі, ұлу дыбысы шықты. Бөлтірік селк етті. Бірақ кеш еді. Сілеусін атылды. Ол бөлтіріктің арқасына жабысты. Тырнақтары етке кірді. Бөлтірік жан даусы шығып шыңғырды. Тарлан қорыққан жоқ. Оның ішіндегі ағалық инстинкт оянды. Ол ағаштан секірді. Бірақ құр қол емес. Ол қолына үлкен, ауыр қарағайдың бұтағын, шоқпар сияқты ұстап алды. Тарлан ауада ұшып келіп, сілеусінің жотасынан періп жіберді. Гүрс. Сілеусін күтпеген соққыдан есеңгіреп, бөлтірікті босатып жіберді. Ол ысылдап Тарланға бұрылды. Тарлан қолындағы таяғын алға созып, жабайы дауыспен ақырды. Бұл дауыста қасқырдың ашуы мен адамның айбаты араласып кеткен еді. Сілеусін Тарланның көзіне қарады. Ол бұрын мұндай хайуанды көрмеген. 2 аяқты, бірақ қасқыр иісі бар, қолында қаруы бар. Сілеусін тәуекел етпеді. Ол ағашқа секіріп мініп көзден ғайып болды. Жаралы бауыр. Тарлан жаралы бөлтірікке жүгірді. Бөлтіріктің мойны қан жоса. Тарлан не істерін білмеді. Қасқырлар әдетте жарасын жалайды. Ол да солай істеді. Ол бауырының жарасын тілімен тазалап, қанын тоқтатуға тырысты. Кешке үйір оралды. Көкжал мен арлан болған жайтты иісі арқылы және қардағы іздер арқылы түсінді. Сілеусіннің ізі. Тарланның ізі. Ағаш бұтағы. Көкжал Тарланның бетін жалады. Бұл ең жоғары алғыс еді. Тіпті қатал арлан да Тарланның жанына келіп, басын оның иығына қойды. Осы түннен бастап Тарлан үйірдің жай ғана мүшесі емес, оның қорғаушыларының біріне айналды. Адамның ізі. Қыс келді. 1978 жыл. Бұл қыс өте қатты болды. Қар қалың түсті. Аңдар қырылды. Үйір аштықтан бұратылып жүрді. Олар тамақ іздеп, өз аумақтарынан алысқа, таудың етегіне қарай түсуге мәжбүр болды. Бір күні Тарлан желмен келген бір түрлі иісті сезді. Бұл иіс оның жадының түкпіріндегі ескі, жабық есіктерді қаққандай болды.
Бұл түтін иісі еді. Ағаштың жанған иісі. Және тағы бір иіс. Нан иісі. Жоқ, ол нанның не екенін ұмытқан. Бірақ бұл иіс оның сілекейін шұбыртты. Үйір тоқтады. Арлан үрейленіп тұрды. Қасқырлар оттан және адам иісінен қорқады. Бірақ Тарланды бір күш сол жаққа тартты. Ол үйірден бөлініп алға жылжыды. Төменде сайдың ішінде кішкентай лашық избушка тұр еді. Мұржасынан түтін шығып жатыр. Бұл аңшылардың қыстауы еді. Тарлан ағаштың артына тығылып қарап тұрды. Есік ашылды. Үлкен сақалды адам шықты. Үстінде қалың тон. Қолында мылтық. Адам қарды күреді. Сосын шелегін алып бұлаққа беттеді. Тарлан адамды көргенде оның жүрегі дүрс етті. Бұл кім? Бұл тіршілік иесі оған қатты ұқсайды. Екі аяқпен жүреді. Түгі жоқ. Тарлан өз қолына қарады. Сосын анау адамға қарады. Бірдей оның миында адам деген сөз жарқ етті. Бірақ сол сәтте адам мылтығын иығына асып аспанға қарап түкірді. Жел адам жақтан келді. Тарлан темекінің және металдың иісін сезді. Бұл иіс жиіркенішті еді. Артынан көкжал келді. Ол Тарланның киімінен, терісінен тартып кеттік, бұл жер қауіпті деген белгі берді. Тарлан кеткісі келмеді. Бірақ ол қасқыр еді. Оның отбасы осы орман. Ол адамға соңғы рет қарады да орманға сіңіп кетті. Бірақ сол күннен бастап оның ішінде бір сұрақ пайда болды. Мен кіммін? Бұл сұрақ оны алдағы уақытта үлкен сынақтарға жетелейтін еді. 1982 жыл. Қанды іс. Тарланға шамамен 12 жыл толды. Ол енді кішкентай, қорғансыз бала емес еді. Ол тайганың елесіне айналған. Оның дене бітімі ерекше болып қалыптасты. Қолдары ұзын әрі күшті, ағашқа өрмелеуден және төрт аяқтап жүгіруден. Кеудесі кең, тау ауасын терең жұтудан. Шашы иығына түскен, бір-біріне жабысып қалған, киіз сияқты. Көздері түнде жанып тұратын жабайы отқа толы. Ол қасқырлармен бірдей жүгіре алатын, бірақ олардан бір артықшылығы бар еді. Ол ағаштардың үстімен сияқты секіріп жүре алатын. Бұл оған орманды жоғарыдан бақылауға мүмкіндік беретін. Көктем мезгілі еді. Қар еріп, жер лайсаң. Үйір тыныш жатқан. Көк жал ана қасқыр қартайып қалған. Ол енді аңға жиі шықпайтын. Үйірді арлан бастайтын. Бірақ бұл тыныштықты гүріл бұзды. Бұл ұшақтың даусы емес еді. Бұл жерде жүретін қар мен лайды қопарып келе жатқан темір құбыжықтар, буран қарда жүргіш көліктері, снегоходтар еді. Браконьерлер Кеңес одағының соңғы жылдарында аң терісі, әсіресе қасқыр мен бұлғын терісі қара базарда қатты бағаланатын. Қаладан келген қатыгез адамдар тайгаға ентелеп кірді. Темір қақпан. Тарлан ағаш басында отырып, төмендегі көріністі бақылады. 3 буран. 6 адам. Олардың қолдарында оптикалық мылтықтар. Олар қасқырлардың ізіне түскен. Адамдар бураннан түсіп, қасқырлар жиі жүретін соқпаққа бірдеңелерді көміп жатты. Тарланның мұрнына темірдің және арнайы майдың иісі келді. Адамдар кеткен соң Тарлан төмен түсті. Ол қарды еппен ашып көрді. Қақпан үлкен, азу тісті темір қақпан. Егер оған аяқ тисе, сүйекті үгітіп жібереді. Тарлан мұндай нәрсені бұрын көрмеген, бірақ оның адамдық логикасы іске қосылды. Ол темір серіппені көрді. Ол түсінді, бассаң жабылады. Ол жуан таяқты алып қақпанның ортасына ұрды. Шарт! Қақпан жабылды. Таяқ ортасынан бөлініп кетті. Тарлан шошып кетті. Егер бұл менің аяғым болса ше? Немесе көкжалдың аяғы болса ше? Ол орманда аралап барлық қақпандарды, барлығы 5 дана тауып таяқпен істен шығарып тастады. Бұл оның адамдарға қарсы алғашқы диверсиясы еді. Қайғылы қателік. Бірақ браконьерлер айлакер еді. Олар соқпаққа ғана емес, басқа жерлерге де еттің, жемтіктің астына да қақпан жасырған екен. 2 күннен кейін үйір аш еді. Арлан басшы қасқыр
бір бұтаның түбінде жатқан елігетін көрді. Тарлан ағаш басынан тоқта деген белгі бергісі келді, ұлыды. Бірақ арлан аштықтан шыдамай етке ұмтылды. Шарт! Арланның жан даусы шықты. Жасырын қақпан оның артқы аяғын қауып алды. Арлан жұлқынды, бірақ темір тістер сүйекке кіріп кеткен. Қан бұрқ еті бақты. Үйір үрейленіп айналасында шыр айналды. Көкжал ұлып арланның жарасын жалағысы келді. Тарлан секіріп түсті. Ол қақпанды ашпақ болды. Қолдарымен серіппені керді. Күші жетпейді. Темір тым қатты. Арлан Тарланның қолын тістеп ала жаздады, ауырсынудан есі шығып кеткен. Алыстан бурандардың даусы естілді. Адамдар келе жатыр. Олар қақпанның іске қосылғанын біледі. Тарлан түсінді, қақпанды ашу үшін иінтірек бір чак керек. Ол жуан, бірақ жалпақ тасты және мықты қайың бұтағын тапты. Ол бұтақты қақпанның тістерінің арасына тығып, тасқа тіреп, бар салмағымен басты. Темір баяу ашыла бастады. Шығар! Деп ырылдады Тарлан қасқыр тілінде. Арлан аяғын суырып алды. Аяғы сынған, салбырап тұр. Қашыңдар! Деген белгі берді Тарлан, үйір ақсақ Арланды ортаға алып, қалың жынысқа қарай қашты. Тарлан олармен бірге кетпеді. Ол қалды. Оның ішіндегі қорқыныш жоғалып, орнына кек пен жек көрушілік келді. Ол адамдарды жазалағысы келді. Елеспен кездесу. Екі браконьер буранмен келді. Олар қақпанның жанына тоқтады. Қарашы! Деді біреуі орыс тілінде. Қақпан бос. Бірақ қан бар. Қалайша? Қасқыр өз аяғын кеміріп тастады ма? Жоқ, қара. Аяқ орнында жоқ. Қақпанды біреу ашып жіберген сияқты. Мынау не? Таяқ? Тас? Олар бір-біріне қарады. Мұнда біреу бар ма? Егер қорықшы болса, атып тастаймыз. Тарлан олардың дәл төбесінде қарағайдың қалың бұтағында отыр еді. Ол төменге секірді. Бірақ адамдардың үстіне емес, тура буранның үстіне. Ол қолындағы үшкір таспен буранның әйнегін шағып, рулін ұрғылады. Браконьерлер шошып кетті. Олар алдарындағы мақұлықты көргенде тілдері байланып қалды. Бұл адам ба? Аң ба? Жалаңаш, үсті басы балшықпен қан, шашы жалбыраған, көзі жанып тұрған біреу. Алмас. Ие-тие! Деп айқайлады біреуі. Ат! Мылтық тарс етті. Оқ Тарланның иығын жарып өтті. Ауырсыну Тарланды одан сайын ашындырды. Ол қардан бір уыс алып браконьердің көзіне шашты. Сосын екінші браконьердің қолынан мылтығын жұлып алды. Ол мылтықты қалай ату керектігін білмейтін. Бірақ оны таяқ ретінде қолданды. Тарлан мылтықтың дүмбісі мен приклад браконьердің ішінен періп жіберді. Адам бүктеліп қалды. Екіншісі пышақ суырды. Тарлан шегінді. Ол адам емес, ол қасқыр сияқты төрт аяқтап секіріп, бұталардың арасына сіңіп кетті. Орман ішінен оның жеңімпаз әрі қорқынышты ұлыған даусы естілді. Браконьерлер орындарынан тұрды. Бұл не болды? Деді біреуі дірілдеп. Сен көрдің бе? Бұл бала ғой. Бала? Тайгада ма? Жоқ, бұл жын. Кеттік бұл жерден. Олар қақпандарында жаралы қасқырды да ұмытып, бурандарына мініп қаша жөнелді. Олар ауылға барғанда тайгада қасқырлармен бірге жүретін жын баланы көрдік деп айтады. Бұл аңыз бүкіл аймаққа тарайды. Бөтен. Тарлан үйірге қайтып келді. Арлан жаралы үңгірде жатыр. Көк жауыны жалап отыр. Тарлан кіргенде барлық қасқырлар оған бұрылды. Олар Тарланнан қорқып тұрды. Неге? Өйткені Тарланнан темірдің және оқ дәрінің иісі шығып тұр еді. Ол адамдардың қаруын ұстады. Ол адамдармен шайқасты. Арлан басын көтеріп Тарланға қарады. Оның көзінде ризашылық бар, бірақ сонымен бірге сен бізден емессің деген үнсіз үкім бар еді. Тарлан мұны түсінді. Ол үңгірдің түкпіріне емес, кіреберіске жатты. Бұрын ол бөлтіріктермен құшақтасып жататын. Бүгін олар одан сәл аулақ жатты. Тарлан өзінің жаралы иығын жалап жатып, жалғыздықты сезінді. Ол адамдарға жау болды.
Бірақ қасқырларға да енді бөтен болып барады. Оның екі әлемнің ортасындағы жолы енді ғана басталды. Ғылыми экспедиция. Арада 1 жыл өтті. Браконьерлердің әңгімесі ғалымдардың құлағына жетті. Новосибирск қаласынан арнайы экспедиция шықты. Профессор Илья Петрович, антрополог, және оның көмекшісі Әлия, қазақ қызы, этнограф. Олардың мақсаты аңыздың рас өтірігін тексеру. Егер тайгада шынымен жабайы бала болса, оны ұстап зерттеу. Илья Петрович, Әлия, егер бұл шын болса, бұл ғылым үшін сенсация. Кеңестік Маугли. Біз оны қоғамға қайтаруымыз керек. Әлия күмәнданды: профессор, 9 жыл тайгада өскен баланы қоғамға қайтару мүмкін бе? Біз оның өмірін бұзбаймыз ба? Біз оны құтқарамыз. Экспедиция тікұшақпен Тарлан мекендейтін ауданға бет алды. Олар Тарланға дос болып келе ме, әлде жау ма? 1983 жыл. Жаз, бөтендер лагері. Тайганың қақ ортасындағы алаңқайда бұрын-соңды болмаған қарбалас. Тікұшақ кеткен соң адамдар үлкен шатырлар, палаткалар тігіп түрлі құрылғыларды орнатты. Генератордың гүрілі, тамақтың иісі және химиялық заттардың қоңырсыған иісі орманның таза ауасын ластап жатты. Профессор Илья Петрович асығыс еді. Бізде уақыт аз. Күз түспей тұрып объектіні ұстауымыз керек. Камераларды суатқа және апандардың маңына қойыңдар. Оның көмекшісі жас этнограф Әлия, 25 жаста, бұл іске үлкен жүрекпен келген еді. Ол аңызға айналған баланы зерттеуді емес, оны құтқаруды ойлайтын. Профессор, қару қолданбайықшы, деді Әлия өтінішпен. Егер ол адам болса, біз онымен тіл табысуымыз керек. Қорқытсақ, ол мүлдем жақындамайды. Илья Петрович көзілдірігін түзеді. Әлия, сен тым романтиксің. Ол 9 жыл қасқырлармен тұрған. Ол қазір адам емес, жыртқыш. Жыртқышпен тек күш немесе айла арқылы сөйлесуге болады. Көлеңкедегі бақылаушы. Тарлан қазір оның жасы 13-те, бұталардың арасында жатып, лагерді бақылап отырды. Ол адамдарды жек көретін, браконьерлерден кейін. Бірақ бұл адамдар басқаша еді. Оларда мылтық жоқ, көрінетін жерде. Олар ормандағы аңдарды атпады. Ең қызығы, ортада жүрген әйел адам, Әлия. Одан шығатын иіс Тарланды еліктірді. Бұл сабынның, сүттің және ананың иісіне ұқсас нәзік иіс еді. Тарланның есінде анасының бейнесі мүлдем қалмаған. Бірақ түйсігінде подсознание, әйел, мейірім, жылу деген байланыс сақталып қалған. Әлия өзенге су алуға барғанда Тарлан оны аңдыды. Әлия шелекті суға батырып жатып ақырын ән айтты. Әлди, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Бұл қазақтың бесік жыры. Тарланның жүрегі дір етті. Бұл әуен. Ол мұны біледі. Бұл дыбыстар оның миының ең терең түкпірінде жатқан құлыпты ашқандай болды. Ол абайсызда бұтаны сыбдырлатып алды. Әлия селк етіп артына қарады. Ол көрді. Жапырақтардың арасынан жанып тұрған екі көзді, ұйпа-түйпа шашты, қарайған жүзді көрді. Әлия айқайламады. Қашпады, ол жай ғана орнында тұрып қалды да қолын кеудесіне қойды. Сен, деді ол сыбырлап. Қорықпа, мен саған тиіспеймін. Тарлан түсінбеді, бірақ дауыс ырғағы жұмсақ еді. Әлия қалтасынан бір кесек қант шығарды. Оны үлкен тастың үстіне қойды да ақырын шегінді. Тарлан күтті. Әлия кеткен соң ол тасқа жақындады. Қантты иіскеді. Тілінің ұшымен жалады. Тәтті. Бұл дәм оған 4 жасында жеген скушенканы еске түсірді. Бұл оның алғашқы қателігі еді. Ол адамға сене бастады. Тор құру. 1 апта бойы осылай жалғасты. Әлия күнде өзенге келеді, тамақ, нан, қант, піскен ет қалдырады. Тарлан оны алып кетеді. Кейде Тарлан Әлияға көрінетін болды. Тіпті 10 метр жақындыққа дейін келді. Әлия оған сөйлейтін: сенің атың кім? Менің атым Әлия, біз сені үйге алып кетуге келдік. Тарлан үндемейтін. Ол тек басын қисайтып, оған қызыға қарайтын. Оның ішіндегі адам ояна бастады. Бірақ профессор Илья Петровичтің шыдамы таусылды. Әлия, болды.
Біз оны қолға үйреттік. Ертең операция жасаймыз. Қандай операция? Ұстау, ол өз еркімен тікұшаққа мінбейді. Біз оны ұйықтатуымыз керек. Бірақ, ешқандай бірақ. Күз келе жатыр. Егер қазір алып кетпесек, ол осында қалады да бір күні браконьерлердің оғына ұшады. Сен оны құтқарғың келе ме, әлде өлтіргің келе ме? Әлия амалсыз келісті. Бірақ оның жүрегі ауырды. Бұл сатқындық еді. Қақпан. Таңертең Әлия әдеттегідей өзен жағасына келді. Бұл жолы ол тастың үстіне үлкенірек дәмді тамақ қоюлатылған сүт, скушенка құйылғаннан қойды. Бірақ бұл нанның ішіне профессор күшті ұйықтататын дәрі қосқан еді. Және бұталардың арасында 20 метр жерде Илья Петрович пен екі көмекшісі тормен және мылтықпен транквилизатор жасырынып жатты. Тарлан келді. Ол бүгін көңілді еді. Үйірдегілер көкжал мен арлан оны жібергісі келмегендей таңертең ұлып киімінен тартқан. Бірақ Тарлан Әлияны көргісі келді. Ол тасқа жақындады. Әлия оған мұңлы көзбен қарап тұрды. Оның көзінен жас парлап ағып жатты. Тарлан мұны түсінбеді. Неге жылайды? Ол нанды алды. Жеді, дәмі сәл ашылау болды, бірақ тәтті сүт оны білдірмеді. Тарлан Әлияға қарап езу тартқандай болды. Бұл оның 9 жылдағы алғашқы күлкісі еді. Кенет оның басы айнала бастады. Жер аяғының астынан сырғып бара жатқандай. Тарлан теңселіп кетті. Ол қолымен басын ұстады. Әлияға қарай ұмтылды. Көмек сұрағандай. Бірақ аяқтары бағынбады. Ол тізесіне құлады. Сол сәтте бұталардың арасынан адамдар жүгіріп шықты. Профессор қолындағы торды Тарланның үстіне лақтырды. Тарлан соңғы күшін жинап ырылдады. Ол торды жыртуға тырысты. Бірақ дәрі өз күшіне енді. Оның көзі қарауытып бара жатты. Оның ең соңғы көргені Әлияның бетін басып жылап тұрғаны және профессордың тамаша байлаңдар деген даусы. Тарлан сатқындық деген сөзді білмейтін, бірақ ол жүрегіндегі сұмдық ауырсынуды сезді. Адамдар оны тағы да алдады. Қош бол, тайга. Тарлан есін жиғанда темір тордың клетканың ішінде жатыр еді. Бұл тор тікұшақтың ішінде болатын. Тікұшақ гүрілдеп жерден көтеріліп бара жатты. Тарлан темір торға жабысты. Ол төменге қарады. Төменде оның орманы, оның үйі кішірейіп бара жатыр. Орман шетіндегі алаңқайда сұр нүктелер жүгіріп жүр. Бұл оның үйірі. Арлан, көкжал және басқа қасқырлар. Олар тікұшақтың соңынан жүгіріп келеді. Олар аспанға қарап ұлып жатыр. Бұл қоштасу әні. Бұл жоқтау. Тарлан тордың ішінде тұрып басын көтерді. Ол адамша айқайлаған жоқ. Ол қасқырша ұлыды. Ау! Бұл дауыс мотордың гүрілін басып, тікұшақ ішіндегі адамдардың төбе шашын тік тұрғызды. Әлия құлағын басып теріс қарады. Профессор Илья Петрович Тарланға таңдана қарады. Ғажап. Ол өзін толығымен қасқырмын деп санайды. Біздің алдымызда көп жұмыс күтіп тұр. Тікұшақ бұлттардың арасына кірді. Тайга артта қалды. Тарланның азат өмірі аяқталды. Оны алда өркениет деп аталатын қасқырлар әлемінен де қатыгез, түсініксіз және суық әлем күтіп тұр еді. Ол енді тайга баласы емес, ол енді эксперимент 1,193 жыл. Күз, Новосибирск ғылыми зерттеу институты. Аппақ қабырғалар, хлордың өткір иісі, жасанды жарық. Тарлан үшін бұл жер тозақтың өзі еді. Оны арнайы жабдықталған, терезесінде темір торы бар, есігі құлыпталған палатаға қамады. Бір қабырғасы түгелдей қалың шыныдан жасалған, бір жақтайна, сол арқылы ғалымдар оны 24 сағат бойы бақылап отыратын. Тарлан алғашқы күндері есірген аң сияқты болды. Ол қабырғаларды тырнады, есікке секірді, шыныны басымен ұрғылады. Оның аузынан шыққан айқай мен ұлыған дауыс институттың дәліздерінде жаңғырып тұрды. Дәрігерлер оған жақындауға қорықты. Тамақты піскен ботқа мен котлетті арнайы тесіктен итеріп кіргізетін. Бірақ Тарлан тамаққа жоламады. Ол ыдысты лақтырып жіберіп, бұрышқа тығылып, тісін ақситып отыратын.
Түзету әдісі. Профессор Илья Петрович экспериментті жеделдеткісі келді. Ол адам. Оны адамша өмір сүруге мәжбүрлеу керек деді ол кеңесте. Тарланды күштеп жуындырды. 4 санитар оны ұстап алып суға түсіргенде, Тарлан судан емес, сабынның иісінен және тәніне тиген қолдардан шошынды. Ол бір санитардың қолын сүйегіне жеткенше тістеп алды. Соққы, резеңке таяқ. Транквилизатор, ұйықтататын ине. Тарлан ес-түссіз құлады. Оянғанда оның үстінде киім бар еді. Көк түсті пижама. Тарлан үшін бұл киім терісін сылып жатқандай азап болды. Ол киімді жыртып, тісімен шешіп тастады. Профессор бұйрық берді, қайта кигізіңдер. Қолын байлаңдар. Ол киімге үйренуі керек. Тарланды төсекке таңып қойды. Ол 3 күн бойы қозғалмай жатты. Көзінен жас ақпады, тек терең, үнсіз жек көрушілік пен шарасыздық бар еді. Оның рухын сындырып жатыр еді. Әлияның бүлігі. Әлия бұл көрініске шыдай алмады. Ол профессордың кабинетіне басып кірді. Сіз не істеп жатырсыз? Бұл ғылым емес, бұл фашизм, деп айқайлады ол. Ол бала ғой. Сіз оны жыртқышқа айналдырып жатырсыз. Әлия, эмоцияны қой. Біз оның миындағы адамды оятуымыз керек. Олай емес. Мейіріммен ояту керек. Егер қазір оны босатпасаңыз, мен Мәскеуге, орталық комитетке шағым жазамын. Барлық газетке жариялаймын. Илья Петрович тістеніп қалды. Оған шу керек емес еді. Жарайды, деді ол. Саған 1 апта уақыт беремін. Өз әдісімен істеп көр. Егер нәтиже болмаса, біз дәрі-дәрмек терапиясына көшеміз. Тілсіз диалог. Әлия палатаға кірді. Жалғыз, қарусыз, санитарлар есіктің сыртында дайын тұрды. Тарлан бұрышта бүрісіп отырған. Жалаңаш Әлия киімді күштемеуді өтінген. Әлия есікті жапты да еденге, Тарланның деңгейіне отырды. Ол Тарланға тура қарамады, тіке қарау, жыртқыштар үшін агрессия белгісі. Ол қолындағы табақты ортаға қойды. Табақта шик еді. Тарланның мұрны жыбырлады. Ол басын көтеріп Әлияға қарады. Бұл ормандағы мейірімді әйел екенін таныды. Тарлан ақырын жылжып етті алды. Бірақ бірден жемеді. Ол Әлияға қарап тұрды. Әлия қалтасынан өзіне арналған алманы алды да тістеді. Мен жеймін, сен де же деген белгі. Тарлан етті асай бастады. Адамша емес, қасқырша шайнады. Әлия күнде келді. Ол Тарланға сөйледі. Жай, баяу дауыспен. Мен Әлиямын, сен Тарлансың, сен баласың. Ол суреттер көрсетті. Орманның, таудың, қасқырдың суретін. Қасқырдың суретін көргенде, Тарлан суретті иіскеп, оны бетіне басты. Оның көмейінен қыңсылаған дыбыс шықты. Сағыныш. Тік жүру азабы. Ең қиыны тік жүру болды. Тарланның омыртқасы мен жамбас сүйектері 9 жыл бойы 4 аяқтап жүруге бейімделіп кеткен. Тік тұрғанда оның белі ауыратын. Әлия оны қолынан ұстап бөлме ішінде жетеледі. Тұр, Тарлан, сен адамсың. Аспанға қарау керек. Тарлан құлайтын. Қайта тұратын. Әлия оған массаж жасайтын. 1 айдан кейін Тарлан қабырғаға сүйеніп 2 аяғымен тұра алатын болды. Бірақ жүрісі әлі де ебедейсіз, тізесі бүгілген күйде қалатын. Алғашқы сөз. Қыс келді. Терезе сыртында қар жауып тұр. Тарлан терезеге, темір тордың ар жағына қарап тұрды. Ол қарды көрді. Бұл оған туған үйін, бостандықты еске түсірді. Әлия оның жанына келді. Ол қолына 1 стақан су ұстап тұрған. Су, деді Әлия анықтап. Тарлан, бұл су. Тарлан стақанға қарады. Кенет, оның миында жарқ еткен естелік оянды. Ұшақ құлаған ұшақ. Суық әкесінің қолындағы тесілген консерва банкісі.
тамшылап тұрған сұйықтық, және әкесінің дауысы: «Су іш, балам». Тарланның тамағы жыбырлады. Оның дауыс сіңірлері ұзақ жылдар бойы сөйлемеуден атрофияға ұшыраған, қатып қалған. Ол аузын ашты. «Сс», деді ол ысылдап. Әлия демін ішіне тартты. «Иә, жаным, айтшы». «Сс, сс». Су. Дауыс адамдікіне ұқсамайтын. Қырылдаған, терең, жабайы дауыс. Бірақ бұл сөз еді. «Су», деп айқайлады Тарлан қаттырақ. Ол стақанды алып бір деммен ішіп қойды. Сосын Әлияға қарап саусағымен өзін нұсқады. «Тарлан». Әлия шыдай алмай оны құшақтап алды. «Иә, сен Тарлансың. Сен сөйледің». Бұл жаңалық бүкіл институтты дүр сілкіндірді. Профессор Илья Петрович жүгіріп келді. «Ол сөйледі ме? Жазып алдыңдар ма?» Тарлан профессорды көргенде қайтадан ырылдап бұрышқа тығылды. Ол тек Әлиямен ғана сөйлесетін. Естеліктер тасқыны. Тілі оралған сайын естеліктер де қайтып келе бастады. Бірақ бұл қуаныш емес, ауыр соққы болды. Тарлан түнде ұйықтай алмайтын. Ол түсінде ұшақтың құлағанын көретін. Әкесінің өлі денесін, аюдың басын, және ол өзінің қасқыр анасын, көкжалды сағынатын. «Неге?» деп сұрады ол бір күні Әлиядан қиналып сынған тілмен. «Неге? Мені алып кеттіңдер. Біз сені құтқардық, Тарлан, ол жақта суық. Қауіпті жоқ», деп айқайлады Тарлан. «Ол жақ үй. Бұл жақ түрме. Адамдар жаман. Қасқырлар жақсы». Әлия жауап бере алмады. Өйткені Тарланыкі дұрыс еді. Адамдар оны торға қамап, ине шаншып зерттеп жатыр. Ал қасқырлар оны жай ғана жақсы көрген еді. Қашу жоспары. Тарланның ақылы тез жетілді. Ол енді есіктің құлыбы қалай жұмыс істейтінін түсіне бастады. Санитарлардың ауысым кестесін жаттап алды. Ол күшті еді. Және айлакер еді. Профессор жетістіктерін көрсету үшін Мәскеуден комиссия шақырды. «Ертең үлкен күн», деді ол. «Тарланды комиссия алдына шығарамыз. Ол костюм киіп қасықпен тамақ жеуі керек». Әлия қарсы болды. Ол дайын емес. Бұл оған стресс болады. Бұл бұйрық. Түн Тарлан ұйықтаған жоқ. Ол төсегінің астынан ұрлап алған темір қасықты өткірлеп қойған шығарды. Ол ертеңгі күнді күтпейді. Ол біледі, ертең оны цирктегі маймыл сияқты көрсетпекші. Тарлан есікті тыңдады. Дәлізде бір ғана күзетшінің қадамы естіледі. Ол ауырдым деген дауыс шығарып ыңырсыды. Күзетші есікті ашып ішке үңілді. Не болды?» Бұл күзетшінің соңғы қателігі еді. Тарлан оның үстіне қасқырша атылды. Ол күзетшіні өлтірген жоқ, Әлия адам өлтіру жаман деп үйреткен. Тұлқындыр. Тарлан күзетшінің киімін, бушылатын киді. Кілттерін алды. Ол дәлизге шықты. Ақ қабырғалар, темір есіктер. Шығу жолы қайда? Ол иіс сезу қабілетіне сенді. Таза ауаның иісі қай жақтан келеді? Тарлан бірінші қабатқа түсті. Алдынан тағы бір есік шықты. Ол ашық тұр еді. Бұл Әлияның кабинеті. Әлия үстелде ұйықтап қалыпты. Тарлан оған жақындады. Ол Әлияны оятқысы келді, оны өзімен бірге алып кеткісі келді. Бірақ түсінді, Әлия адам. Ол бұл қалада, осы клеткада өмір сүреді. Ал Тарланға тайга керек. Ол Әлияның жанына кішкентай қағаз қалдырды, оған сурет салған, қасқыр және бала. Сосын терезеден секіріп түнгі қалаға шықты. Қарлы Новосибирск. Қаланың шуы, көліктер, шамдар. Тарлан қорықты, бірақ тоқтамады. Ол шығысқа, тауларға қарай жүгірді. Оның артынан сирена дауыстары естіле бастады. Қуғын басталды, тас ормандағы аң. Түн Новосибирск қаласы. Күзетшінің қалың күртешесін,
бушлат киген Тарлан қараңғы көшелермен жүгіріп келеді. Қала ол үшін тайгадан да қауіпті жер болып көрінді. Мұнда ағаштар жоқ, тек сұр бетон ғимараттар. Жер жоқ, тек қатты асфальт. Көше шамдарының жарығы оның түнге үйренген көзін қарықтырады. Көліктердің гүрілі, сигналдар, адамдардың дауысы, бәрі миына инедей қадалып жатты. Вил, вил, вил. Артынан полицияның, милицияның сары УАЗ көліктері қуып келеді. Дауыс зорайтқыштан бұйрығы естілді, назар аударыңдар. Қауіпті қылмыскер қашып жүр. Байқағандар дереу хабарласын. Ол қарулы болуы мүмкін. Тарлан қылмыскер деген сөзді түсінбеді, бірақ дауыстағы агрессияны сезді. Ол адамдар сияқты жолмен жүгірмеді. Ол алдына шыққан биік дуалға, қоршауға, мысық сияқты өрмелеп шығып, гараждардың төбесімен секіріп кетті. Оның қимылдарында гравитация заңы жоқ сияқты еді. Бір әйел қоқыс төгуге шығып, төбеден секірген көлеңкені көріп шыңғырып жіберді. Тарлан тоқтамады. Оның мақсаты біреу-ақ қаладан құтылу. Оның мұрны қаланың сасық иісінен бензин, қоқыс жиіркенді. Бірақ ол желдің бағытын анықтады. Шығыстан таза салқын ауа соғып тұр. Таудың иісі. Вокзалдағы дүрбелең. Тарлан темір жол вокзалына жетті. Мұнда пойыздардың тарсылы, дизель отынның және көмірдің иісі қолғаны қабат. Перронда милиция қызметкерлері жүр. Олар ит жетектеп алған. Иттер Тарланды алыстан сезді. Олар үре бастады, бірақ жақындауға қорықты. Өйткені Тарланнан альфа жыртқыштың иісі шығып тұр еді. Милиционер, Рекс, не болды? Із алдың ба? Ит құйрығын қысып иесінің артына тығылды. Тарлан вагондардың астымен еңбектеп өтті. Ол жүк пойыздары, товарный поезд тұрған жолға шықты. Бір пойыз қозғала бастады. Ол шығысқа қарай бет алған еді. Пойыздың дөңгелектері сықырлап, жылдамдық ала бастады. Тарлан жүгірді. Оның аяғындағы үлкен етік күзетшіден алған жүгіруге кедергі келтірді. Ол етікті шешіп лақтырып жіберді. Жалаң аяқ қар үстімен қасқырша жүгірді. Ол ашық тұрған жүк вагонның тауар таситын вагон есігіне жабысты. Бұлшық еттері ширығып ішке секіріп кірді. Пойыз қаладан ұзап бара жатты. Тарлан есік жақтауына сүйеніп артта қалып бара жатқан тас түрмеге, қалаға қарады. Қош бол, Әлия, деді ол сыбырлап. Вагондағы қасқырлар. Вагон іші қараңғы әрі суық еді. Бірақ бос емес екен. Бұрышта темекінің шоғы жылтырады. Екі ер адам отыр еді. Бұлар колониядан қашқан қылмыскерлер, зектер, немесе жай ғана қаңғыбастар. Опа, қарашы, кім келді? Деді біреуі қарлығын дауыспен. Жас балама. Ей, пацан, мұнда кел. Үстіңдегі күртешең жылы көрінеді ғой. Шеш. Тарлан үндемеді. Ол бұрышқа тығылып ырылдады. Не дейді? Маған ырылдай ма? Екіншісі орнынан тұрды. Қолында пышақ бар. Қазір мен сенің тіліңді кесіп аламын. Қылмыскер Тарланға жақындады. Ол Тарланды жай ғана әлсіз бала деп ойлады. Бұл оның өміріндегі соңғы қателігі бола жаздады. Пышақ сермелді. Тарлан адам сияқты шегінбеді немесе қолын тосқан жоқ. Ол еденге жата қалып, аяқ астына қылмыскердің балтырынан қауып алды. Іспен емес, қолымен. Бірақ оның саусақтары болат қақпан сияқты еді. Қарс. Қылмыскердің аяғы сынып кете жаздады. Ол айқайлап құлады. Тарлан оның үстіне секіріп, қолындағы пышақты жұлып алды да лақтырып жіберді. Екінші қылмыскер жүгіріп келді. Тарлан орнынан атып тұрып, басымен оның ішінен сүзді. Бұл таза жабайы күш еді. Екіншісі вагонның қабырғасына соғылып, есеңгіреп қалды. Тарлан олардың үстіне төніп тұрды. Оның көздері қараңғыда жанып тұрғандай болды. Ол пышақты алды. Бірақ қадамады. Ол пышақты вагонның еденіне, тақтайға бойлата қадап қойды. Сосын қасқыр шақырды. Бұл дыбыс вагон ішінде жаңғырып кетті. Қылмыскерлер зәресі ұшып қорықты. Бұл адам емес.
Бұл жын, шайтан, деп айқайлады біреуі. Пойыз жүріп келе жатқанына қарамастан, екі қылмыскер есіктен далаға, қарлы далаға секіріп кетті. Олар үшін пойыздың астына түсу мына құбыжықпен бірге болудан артық көрінді. Түспен өң. Тарлан вагон ішінде жалғыз қалды. Ол қылмыскерлердің қалдырған дорбасын ақтарды. Ішінде жарты бөлке қатқан нан және бір бөтелке арақ бар екен. Тарлан нанды жеді. Арақты иіскеп, жиіркеніп лақтырып тастады. Пойыз тербеліп келеді. Түк-түк, түк-түк. Тарлан қалғып кетті. Түсінде ол қайтадан тайгада жүр екен. Ана қасқыр, көкжал оны күтіп тұр. Арлан оған қарап құйрығын бұлғайды. Және ағаш түбінде Әлия тұр. Әлия жылап тұр. Кетпе, Тарлан, сен адамсың ғой. Тарлан екі оттың ортасында қалғандай. Бір жағында жылы, бірақ тордағы өмір. Екінші жағында суық, қауіпті, бірақ еркін өмір. Ол еркіндікті таңдады. Туған жердің лебі. Пойыз 2 тәулік жүрді. Тарлан суықтан қалтырап әрең шыдады. Бірақ 3-ші күні таңертең ол оянғанда ауа өзгерген еді. Вагонның ашық есігінен қарғайдың иісі келді. Тарлан сыртқа қарады. Алыстан ақ басты таулар көрінді. Алтай. Оның жүрегі кеудесін жарып шыға жаздады. Пойыз тау етегіндегі бұрылыста баяулады. Бұл оның аялдамасы. Тарлан орнынан тұрды. Ол үстіндегі күзетшінің күртешесін шешіп тастады. Ол адамдардың киіммен тайгаға кіре алмайды. Ол жалаңаш денесімен тек жыртық шалбары қалды. Жалаң аяқ, қарға секірді. Тарлан қарға ұнады. Қар суық емес, ыстық сияқты болды. Ол жерді сүйді. Мен келдім, деді ол сыбырлап. Тілі күрмеліп қалса да бұл сөзді анық айтты. Орман жақтан қасқырдың ұлыған даусы естілді. Тарлан басын көтерді. Ол да ұлыды. Бұл жолы оның даусы мұңлы емес, қуанышты, жеңімпаз дауыс еді. Тайга өз ұлын қайтарып алды. Соңғы сынақ. Бірақ оқиға мұнымен бітпеді. Тарлан өз үйіріне жету үшін әлі ұзақ жол жүруі керек. Және ең бастысы, оның жолында тағы бір кедергі бар. Аспанда тікұшақтың даусы естілді. Профессор Илья Петрович берілмеген еді. Ол әскерилермен бірге Тарланның ізіне түсті. Ол осы аймақта, деді профессор картаға қарап. Ол үйіне оралады. Біз оны сол жерде күтіп аламыз. Бұл жолы қателік болмайды. Оқпен атамыз, транквилизатор емес. Жауынгерлік оқ, егер қарсыласса. Тарлан орман шетінде тұрып, жақындап келе жатқан тікұшақты көрді. Ол қашпады. Ол жерден үлкен таяқ алды. Ол енді жай ғана қасқыр бала емес еді. Ол адамша ойлайтын, қасқырша соғысатын жауынгер. Соңғы шайқас жақын үйге оралу. Алтай таулары. Қыс. Тарлан орман ішімен өзінің туған соқпақтарымен жүгіріп келеді. Оның аяғы қансырап, денесі тілінген, бірақ ол ауырсынуды сезбейді. Алдыда таныс жартас. Оның үйі. Ол жартасқа жақындағанда жүрегі дірілдеп кетті. Үңгір аузында кәрі қасқыр жатыр еді. Бұл көкжал оның жүні түсіп көзі суалып қалыпты. Ол орнынан тұра алмайды. Тарлан тізерлеп отырды. Ана, деді ол адам тілінде емес, қасқырша қыңсылап. Көкжал басын көтерді. Ол Тарланды иіскеді. Бастапқыда оның мұрны жиырылды, Тарланнан адам иісі, дәрі иісі шығып тұр еді. Бірақ кейін ол таныс, туыс иісті сезді. Кәрі қасқыр Тарланның қолын жалады. Бұл қош келдің, ұлым деген белгі. Үңгірден Арлан, әлі де қуатты альфа, және басқа жас қасқырлар шықты. Олар Тарланды қоршап алды. Арлан Тарланға жақындап, оның мойнынан иіскеді де, басын төмен салды. Тарлан түсінді, үйір оны қабылдады. Және ол қазір адам әлемінен алған білімі мен күші арқылы үйірдің жаңа көсеміне айналғандай болды. Темір құстың көлеңкесі. Бірақ қуаныш ұзаққа созылмады. Ауа дірілдеп кетті. Тікұшақтың гүрілі тау шатқалын толтырды.
Профессор Илья Петрович Тарланның ізін дәл тапқан еді. Тікұшақ жартастың қарсысындағы алаңқайға қонды. Есік ашылып, ішінен қарулы сарбаздар, арнайы жасақ және ғалымдар түсті. Олардың арасында Әлия да бар еді. Ол жылап келеді, оны екі солдат күштеп сүйреп жүргендей. Профессор дауыс зор айтқышты, рупор алды. Тарлан, мен сені көріп тұрмын. Беріл, бұл сенің соңғы мүмкіндігің. Біз сені емдейміз, сен адам боласың. Тарлан үңгірдің алдына шықты. Оның екі жағында қасқырлар тұрды. Ол енді қорқақ бала емес еді. Ол тік тұрды. Қолында үлкен, үшкір таяқ, найза. Ол адамдарға қарап жабайы дауыспен ақырды. Бұл ақырған дауысқа қосылып бүкіл үйір ұлыды. Тайга өз жауларына ескерту жасады. Соңғы шайқас. Атыңдар, деп бұйырды профессор тек аяғына. Ұйықтатын оқпен. Қасқырларды өлтіріңдер. Сарбаздар шүріппені басты. Тарс-тарс. Оқ жауды. Бірақ Тарлан дайын еді. Ол шабуыл деген белгі берді. Қасқырлар қар үстімен найзағайдай жарқылдап солдаттарға ұмтылды. Тарланның өзі ортаға емес, қапталдан жүгірді. Ол ағаштардың арасымен өтіп солдаттардың ту сыртынан шықты. Ол бірінші солдаттың үстіне ағаштан секірді. Соққы солдат құлады. Тарлан оның автоматын жұлып алып алысқа лақтырды. Ол мылтық атуды білмейтін, бірақ оның қауіпті екенін білетін. Қасқырлар мен адамдар арасында қанды қырғын басталды. Бір қасқыр оққа ұшып қыңсылап құлады. Арлан, альфа қасқыр, ең батылы еді. Ол профессорға қарай ұмтылды. Илья Петрович қорыққаннан тапаншасын алып, Арланды атты. Банг! Оқ Арланның кеудесіне тиді. Қасқыр құлады, бірақ соңғы күшін жинап профессордың аяғынан қауып үлгерді. Профессор шыңғырып жіберді. Әлияның құрбандығы. Тарлан Арланның құлағанын көрді. Оның көзі қанталап кетті. Ол жерден үлкен тасты алды. Ол профессорға қарай жүгірді. Оның мақсаты өлтіру. Сарбаздар Тарланды атпақ болды. Дәл сол сәтте Әлия алға жүгіріп шықты. Атпаңдар, деп айқайлады ол. Ол Тарлан мен солдаттардың ортасына тұра қалды. Тарлан, тоқта, деді ол қазақша. Сен кісі өлтіруші емессің. Сен адамсың. Тарлан тоқтады. Оның қолында тас. Алдында Әлия, ол Әлияны таныды. Сүт, ана, мейірім. Оның ашуы бәсеңдеді. Профессор жерде жатып қансыраған аяғын ұстап айқайлады. Атыңдар. Неғып тұрсыңдар? Бұл аңды өлтіріңдер. Бірақ командир, солдаттардың бастығы қолын көтерді. Тоқтатыңдар оқты. Қыз тұр ортада. Қоштасу. Тарлан тасты жерге тастады. Ол жерде жатқан Арланның жанына барды. Арлан соңғы рет демалды да, көзі ашық күйінде жан тапсырды. Тарлан оның көзін жапты. Сосын ол орнынан тұрып профессорға қарады. Кет, деді Тарлан, бұл сөз анық естілді. Профессор шошып кетті. Не? Кет? Адамдар. Жаман. Тайга. Менікі. Тарланның даусы адамның даусы емес, табиғаттың үкімі сияқты естілді. Командир мылтығын түсірді. Профессор, біз кетеміз. Бұл бала емес, бұл орманның иесі. Біздің бұған құқығымыз жоқ. Олар жаралы профессорды көтеріп тікұшаққа қарай шегінді.